Армысыздар, қымбатты достар, сіздермен бірге мақсат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Достар, мемлекеттік бағдарламаларға тікелей брондауға, прямой бронирование қатысу барысында көптеген жандар сұрақ қойып отыр. Мақсат мырза, вознаграждение деген не? Ол қалай жиналады деп. Жалпы вознаграждение опы жөнінде білулеріңіз келсе, мен YouTube каналымда опы деген не деген толыққанды сабақ бар. Ал бүгінгі сабақта мен сіздерге қысқаша вознаграждение деген не, вознаграждение қалай өсетін жөнінде айтып беретін боламын. Үлкен өтініш, мен YouTube каналыма жазылып қойсаңыздар, нұр үстіне нұр, маған қосымша мотивация болатын еді. Енді сұрақ, вознаграждение қалай өседі? Отбасы банкі жалпы сіздің жинақтап отырған салымыңызға 2% сыйақы береді, және де мемлекет тарапынан берілетін 20% сыйлықақы беріледі. Енді көпшілік бана шатастырып атады, личный кабинетін ашады, общее вознаграждение, яғни госпремия мен сыйлықақы мен сыйақыны қосып жіберіп атады. Міндетті түрде мемлекеттік бағдарламаларға қатысу барысында сіздердің мынау мемлекет тарапынан берілетін 20% сыйлықақыларыңыз саналмайды, достар, естеріңізде болсын. Яғни қарапайым тілде айтқан кезде госпремия, шаңырақ, нұрлы жерге қатысу барысында учетқа жүрмейді. Тек қана мінекей өзіңіздің депозитке жинаған 2% жылдық сыйақыңыз. Осы ғана учет жүреді. Енді 2% жылдық сыйақы қалай өседі? Примерін сіздерге мысалын келтіріп берейін. Мінекей 2% жылдық дедік. Бір жылдың ішінде 12 ай бар. 2% 12-ке бөлетін болсақ 0,166. Мысалға сіз шотыңызға 50 мың салатын болсаңыз 0,166, 50 мың көбейтілген 0,166 тегін 83 теңге немесе вознаграждение. Яғни бірінші айда шотыңызға 50 мың салу арқылы сіз 83 теңге вознаграждение жинайсыз. Тағы да айта кетем, достар. Мына 20% жылдың соңында берілетін сыйлықақыны учетқа алмаймыз прямой броньға қатысу барысында. Тек қана өздеріңіздің шоттарыңызға жиналған сыйақы ғана кіреді. Сыйлықақы кірмейді, жаттап алыңыздар. Кей мақсат айтты деп жүрмеңіздер. Міне қараңыздар. Яғни бірінші ай бойынша 50 мың салдыңыздар, 83 теңге вознаграждение жинадыңыздар. Екінші ай мысалға дейін, енді әртүрлі мысалдар келтіріп отырмын ғой. Сіз шотыңызға ақша салған жоқсыз, сол 50 мың жатыр. Яғни 50 мың плюс 83 теңге, келесі айда 50 мың 83 теңгеге 0,166% жүреді. Сөзде сіздер 83,14 теңге қосымша вознаграждение аласыздар. Яғни мінекей қосылған вознаграждение келесі айда шотта тұрып, соның үстінен вознаграждение жүруін банктік терминде капитализация деп атайды. Мінекей көрдіңіздер ма? 50 мың салдық, 83 теңге вознаграждение жинадық. Келесі ай салған жоқпыз, сол 50 мың жатыр. 50 мың 83-ке вознаграждение 0,166 ай, бір айда дедік, яғни 2% 12-ке бөлдік қой, 83,14 шықты. Енді үшінші айда сіз алдыңызда тағы да 50 мың салдыңыз. Міне, плюс 50 мың деп тұрмын. Яғни шотыңызда мына вознаграждение қосқан кезде 100 мың 166-та 14 теңге бар. 100 мың 166-та 14-ті көбейтеміз, айлық 0,166-ға. Тең 166-та 28 вознаграждение сіз жинадыңыз. Яғни, міне, общий сізде мына 83 теңгені қосқан кезде бірінші айда 50 мың салған. Одан кейін екінші айда ештеңе салған жоқ, 83,14 жинадыңыз. Үшінші айда 50 мың қостыңызда тағы да жинадыңыз ғой вознаграждение. Осының бәрін қосқан кезде сіздерде 100.332-де 42 теңге болды. Яғни сіз 3 айдың ішінде бірінші айда 50 мың салдыңыз, екінші айда салған жоқсыз, үшінші айда 50 мың салып, 332 теңге вознаграждение жинадыңыз. Енді сіздер ойлап тұрған шығарсыздар, мәссаған вознаграждение жинау қиын ғой деп. Иә, достар, вознаграждение жинау оңай емес. Бірақ ең оңай жақсы жолдардың бірі бірден шотқа үлкен сома салу. Бірден шотқа үлкен сома саласыздар. Яғни бірінші айында сіздер мысалы 1 миллион салсаңыздар, 1 миллион көбейту 0,166%-ға 1660 теңге вознаграждение жинайсыздар. Бұны мен не айтқым келіп отыр? Яғни анау прямой бронирование қатысады, шоттарында аз ақшасы бар адамдар, мына мысал. Яғни сіздердің шоттарыңызда 50 мың теңге, 70 мың теңге, 100 мың теңге салып қойған өздеріңіз әрмен қарай толықтырмай кетсеңіздер, әрине вознагражденияларыңыз аз қосылып отады. Егер шоттарыңызға бірден үлкен соманы салатын болсаңыздар, вознаграждениеңіз шамалы көбірек көбейеді. Бірақ бұл жерде мынандай принцип жарамайды. Шот анда кейбір адамдар прямой броньнан ұту үшін қазір бірден шотыма 4 миллион салып жіберейін ба дейтін. Достар, біз бағана сіздерге қалай түсіндірдік? 2% жылдық, 2%-ді бөлеміз 12-ке.
әр ай сайын 0,166%-дан түсіп отырады. Бұл дегеніміз не? Шотыңызға 4 миллион салып жеріңіз. По-любому, яғни сізге ай сайын вознаграждение түсіп отырады. Солардың жиынтығы керек емес па? 4 миллион салдыңыз, сізге бірден 2% жылдығы жүріп кетпейді ғой. Бірден сол бірінші айға 0,166 жүреді. Қарапайым тілде айтқан кезде анағұрлым шотыңызға ақшаны көбірек аймамай салып отырсаңыз, соншалықты сіздің вознаграждениеңіз өсетін болады. Тағы да тоқтала кетеміз, достар. 2% салынған соммаған вознаграждение есебінде есептеледі. Госпремиян вознаграждение қоспаймыз мемлекеттік бағдарламалар бойынша. 2% жылдық болғандықтан оны 12 айға бөлеміз. Айлық пайызын біліп алу үшін 0,166-тан шығады. Мысалы, 50 мың салдық, бірінші айда біз 83 теңге вознаграждение алдық. 1 миллион салдық, біз бірінші айда 1660 салдық. Яғни вознаграждение алдық. Бұл дегеніміз не? Шотқа анағұрлым ақша көбірек салатын болсақ, соғұрлым біздің вознаграждениеміз көбейеді. Және де бірден шотқа көп ақша салып жіберу арқылы мемлекеттік бағдарламадан ұту мүмкіндігі болмауы да мүмкін. Неге десеңіз, мүмкін сізбен бірге бағанағыдай прямой бронированиядан сол пәтерді таңдаған адам 3-4 жыл бойы ай сайын 50 мыңнан салып отқан шығар. Ай сайын 50 мыңнан. Соответственно, ол вознаграждение жинап отыр. Ал сіздің депозитіңіз ашық болды. Бірақ сіз ақша салған жоқсыз. Келдіңіз де шотыңызға бірден 1 миллион салып жердіңіз. Сіз енді бірінші айда 1660 жинаған кезде, мына кісі 3-4 жыл бойы вознаграждение жинап келатыр. Жалпы сіздерге берілетін кеңес, сондықтан мейлінше ай сайын шоттарыңызға ақша салып, көбейтіп отқандарыңыз дұрыс болады. Сонда сіздердің вознагражденияларыңыз жоғары болады, мемлекеттік бағдарламадан ұтуға мүмкіндіктеріңіз көбірек болады. Түсіндік қой, достар, міне 50 мың салдық, 83 вознаграждение алдық, екінші ай салған жоқ клиент. Яғни қосымша 50 мың 83-сінен 0,166-83-те 14 алды. Мыняқа қостық соны, үшінші айда 50 мың салды и 166 теңге вознаграждение алды. Ақшасы анағұрлым көбейген сайын вознаграждениесі да бұл адамда көбеюде. Сондықтан ақша салуды тоқтатпаймыз. Вознаграждение өсу үшін міндетті түрде шотта ақша болу қажет. Ал көп вознаграждение алғымыз келсе, көп ақша болу керек, достар. Баршаларыңызға сәттілік, жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Көп деген адамдар бұл бейнероликті сұрап жүрді. Сәттілік сіздерге, әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.